Сәлем қымбатты достар. Қазір сіздермен енші дәрежелі түбірдің қасиетіне, мына көрсетіп тұрған қасиетіне бірнеше есептер шығарып көрсетеміз. Сонымен ең бірінші енші дәрежелі түбір астында аның ережесі болса, одан ашық ат дейміз. Осы ережелерді қолданып есептерді шығарып. Сонымен 5-ші дәрежелі түбір астында 32 дегенді 2-ның 5 дәрежесі дейміз. Қосылған 3 дәрежелі түбір астында мынау минус 2-ның кубы деп жазамыз. Сол кезде мына ереже бойынша дәреже көрсеткіш түбірдің көрсеткіші мен түбір астындағы санның дәрежесі бірдей болса, одан түбір астындағы санның өзі шығады. Демек, мынадан бізде бірінші өрнектен 2 шығады, ал екінші өрнекте біз тағы дәрежелі түбірдің астына теріс санды жаза аламыз. Сол себепті одан плюс минус 2 шығады, нәтижесінде 0 шығады. Екіншіні есептеп көрейік. 4 дәрежелі түбір астында 3 625 деді. Демек, оны біз 625 қай санның 4 дәрежесі бола ма? Болады. Ол 5-дің 4 дәрежесі. Азайтылған 3 дәрежелі түбір астында минус 5-дің 3 дәрежесі 125 дегеніміз. Ендеше міне, мына ең басындағы көрсетілген ережеге сәйкес келді. Бірінші өрнектен 5 шығады. Екінші өрнекте минус 5 шығады. Түбірлердің көрсеткіштері бірдей болып тұрғандықтан, сонда 5 минус 5 плюс 5 болады, нәтижесі 10 болады. Өстіп отырайық. Келесі есеп шығарайық. Келесі есебімізде 5-дің 8 дәрежесі деп тұр. 4 дәрежелі түбір астындағы, оны біз бүйтіп жазамыз. 5-дің 2 дәрежесінің 4 дәрежесі. Дәрежені дәрежеге шығару ережесі бойынша. Көбейтілген 4 дәрежелі түбір астында 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесі. Енді мына дәреже мен дәреже, түбірдің дәрежесі мен санның дәрежесі бірдей болды. Олай болса, бірінші түбірден 25 шығады. Көбейтілген екіншіден 2 шығады. Сонда 25-те 2 көбейтсек 50 жауабы. Келесі есепті қарайық. 5 дәрежелі түбір астында 243 дейді. 243 ол 3-дің 4 дәрежесі, көбейтілген 3-дің 4 дәрежесі, 3-дің 5 дәрежесі. 32 дегеніміз 2-ның 5 дәрежесі. Бізде және де мынадай ереже болған. Біз түбір астында А-ның n дәрежелі түбір астында А-ның n дәрежесі көбейту B-ның n дәрежесі болса, бұны біз n дәрежелі түбір астында А-ның n дәрежесі, n дәрежелі түбір астында V-ның n дәрежесі деп жеке-жеке шығарып, одан мынадан А-ны көбейту V-ны шығара алатынбыз. Яғни бірдей көрсеткішті дәрежелі түбірлерді бір түбірдің астына жаза аламыз, немесе керісінше орындай аламыз. Сол ереже бойынша мына жерде де 5 дәрежелі түбір астында 3-дің 5 дәрежесі көбейту 5 дәрежелі түбір астында 2-ның 5 дәрежесі деп жеке-жеке шығаруға болады, немесе бірден шығаруға болады. Сонымен бірінші өрнектен 3 шығады, мынадан 2 шығады. 3-те 2-ге өтсек 6 нәтижесі. Енді соңғы есепті шығарып көрейік. Мына жерде 3 дәрежелі түбір астында 75 көбейту 45 деп тұр. Бұл ешқайсысы ешбір санның 3 дәрежесіне келмейді. Ондай болған жағдайда біз көбейткіштердің қасиетін қолданамыз. 75 дегеніміз ол 15 көбейтілген 3-ті. 15 көбейтілген 5-ті. 15 көбейтілген 5-ім ол 75. Көбейтілген 45-ті 5, 15 көбейтілген 3 деп жазуға болады. Солай ғой. Енді дұрыстап қарайтын болсақ, мына 15 пен 15 ол 15-дің квадратын беріп тұр. 15-дің квадратын беріп тұр. Ал мына 3 пен 5 ол өзі 15-ті беріп тұр. Демек, 3 дәрежелі түбір астында 15-дің кубы шықты. 3 дәрежелі түбір астында 15-дің кубы. Бұдан шығады 15.